Егер де сіз Стамбул қаласынан пәтер алуды жоспарлап жүрсеңіз және де қосымша азаматтықты алғыңыз келсе, онда біз сіздерге қазір қала орталық, яғни Таксимда орналасқан кереметтей жилой комплекс тұрғын үй кешенінен пәтерлерді көрсететін боламыз. Тұрғын үй кешені 11 блокты үйден тұрады. 3 блокты офистік ғимараттар. Және сонымен қатар бірінші қабаттардың барлығы атақты брендтен құралған кафелер мен ресторандар. Бұл тұрғын үй кешенінің бір ерекшелігі 9 қабаттан тұрады. Бастапқы жоғарғы қабаты тұрғын үй болса, екінші қабаты 140-тан астам магазин орналасқан сауда орны. Ал қалған 7 қабатының барлығы да автотұрақ болып табылады. Жалпы бұл үлкен тұрғын үй кешенінің ауласын анықтап қарасаңыз, бір үлкен ерекше бір бақ. Ауа райының өзі бөлек болып тұр. Қазір көктем мезгілі, жасыл шөп, арнайы егілген талдар, сонымен қатар қыдыруға, балаларды ойнауға, серуендеуге арналған орындар өте көп. Сонымен қатар үй жануарларын егер сіз асырайтын болсаңыз, бұл аймақта қарапайым мысал, үлкен дәретке если сіздің итіңіз шығып қойса, соның үлкен дәретін салып алуға дейін пакеттерді арнайы қойып қойған. Яғни осындай кішігірім нәрселердің өзі ескерілген. Яғни сонымен қатар егер де Құдай сақтасын, балаңыз осы үлкен аулада жоғалған жағдайда, осы жақтың күзетшілері балаңызды үйіңізге дейін әкеліп береді. Ендеше пәтердің ішкі көрінісімен танысайық. Сонымен достар, біз қазір осы Стамбул қаласында жаңа айтып өткен жилой комплекстің ішкі бөлігіндеміз, яғни пәтердің ішіндеміз. Бұл пәтердің кіреберісі, пәтердің байқап тұрсаңыздар, есігінен бастап өте бағалы, сапалы жасалған. Әрине бұл пәтердің кіреберісінде міндетті түрде видеодомофон орналастырған, яғни сырттан келіп тұрған қонақтарды сіз осы видеодомофон арқылы көре аласыз. Және кіреберісте ең басты ерекшелігі осындай киім орналастыруға арналған гардеробы бар. Жоғары бөлігінде де қосымша заттар да салып қоюға арналған тағы да бөлек орын бар. Және міне мына жақ бөлікте де тағы да қосымша киім орналастыруға арналған. Ең ыңғайлысы қараңызшы, тоқтың щитовойын осылайынан әдемілеп үйлестіріп қойған. Бұл кіреберіс бөлігіміз. Айта кету керек, осы кіреберіс бөліктен бастап еденіміз біздің толығымен кафелденген. Осы кіреберіс бөлік, ас бөлмесінің едені, мына ұзынабой коридор және жуыну бөлмелерінің барлығы да кафелденген. Енді бірінші әйел адамдардың ең жақсы көретін бөлмесі ас бөлмесіне қарай кірейік. Бұл бізде ас бөлмесінің ішкі көрінісі. Ас бөлмесінің ерекшелігін айта кетейін. Біріншіден, мынау бізде былайша қарасаң, столичница деп атап жатады. Бұл жерде столичницаның орнына, яғни ағаш материалдың орнына кафелді пайдаланып жүрген. Ең жақсы жері осында, яғни тозбайды. Сонымен қатар ыдыс жуатын аймағы, мына жақ бөлікте міне мусор салатын өзінде әдемі ыңғайлы қылып жасап қойған. Мына жақ бөлікте қосымша заттарды орналастыруға және ыдыс жуатын міне машинкасы қосымша дайын, встроенный дайын тұр. Мына жақ бөлікте тағы да заттарды салатын, мына жаққа ыдыс аяқ, яғни қасықтар деген сияқты. Мына жетамыз бізде тоқпен жұмыс жасайды. Вытяжка, қосымша заттарды қоятын орын. Енді жалпы ыдыс аяқты қоятын орын көп бұл аймақта. Турецкий стильде. Бұл аула бетке артқы жағына қарай қарайды, яғни ойын алаңына қарап тұр терезесі. Мына жақ бөлікте енді тағы да ыдыс аяқтарды қоятын бөлек шкафтар бар. Және ең жақсы встроенный холодильник білінбей әдемі қылып жасап жіберген.
Сонымен қатар әрине пеші орналасқан, астында тағы да қосымша заттарды қоюға арналған орындары бар. Есігінің өзі сәнді, ашық түсті қылып жасалған. Енді пәтердің негізгі бөлігіне қарай өтейік. Бұл бізде пәтердің қонақ қабылдау бөлмесі орналасқан аймақ, едені паркеттелген. Байқап қарасаңыздар, бұл жақта 3 терезе орналасқан, үшеуі де кәдімгі үлкен есікті, яғни балкон іспеттес қылып жасалған. Ең бастысы мына жақта. Бұл бізде кәдімгі балкон, яғни сіздің алдағы уақытта өзіңіз емін-еркін шығып кір жаюға болады деген сияқты. Сонымен қатар мына жақта кондиционер және қосымша тағы да басқа да заттарды қоюға арналған орны бар. Қонақ қабылдау бөлмесі осы. Төбесіндегі жарығын байқап қарасаңыздар, ерекше жасалған, 2 ярусты қылып жасалған. Мына жақ бөлікте телевизорге немесе басқа да құрылғыларға арналған орындары бар. Тоқтың көздері барлығы жасалған. Тағы да ерекше айта кететін нәрсе, 3 тоқтың көзі орналасқан. Bir залдың өзінде 1, 2, 3, 4 даже айтын. Әрі қарай кеттік, 5-ші 5 екен тоқтың өзі. Енді біз қазір үйдің жатын бөлме аумағына қарай өттік. Мына жақ бөлікте бірінші балалар бөлмесі орналасқан. Балалар бөлмесінің де терезесін байқап қарасаңыздар, ол да балконның есік сияқты үлкен есік қылып ашылады. Және тағы да бір мықты жері, балалар бөлмесінің өзінің жуыну бөлмесі бар. Бұл бізде балалар бөлмесінің жуынуға арналған арнайы бөлмесі, өзінің раковинасы бар, өзінің туалеті және өзінің душевойы бар. Әрі қарай кеттік. Келесі бізде үлкендерге арналған бөлме, яғни ата-аналардың жататын бөлмесі деп айтсақ болады. Бұл жақта да тоже самое терезесі балкон іспеттес ашылады. Есіктері ашық түсті. Бұл жақта да едені паркет және жуыну бөлмесі бөлек, ата-аналарға арналған жуыну бөлмесі бар. Кафельмен жасалған барлығы. Кафельдердің ерекшелігін айта кетейін, өте мықты сапалы жасалған. Мынау душевойы, мынау туалет орны, мына жақта сүлгі неғілетін орны осы. Жалпы айтқанда, пәтердің ішкі көрінісі осындай, жеке өзіме ұнады, керемет. Егер де сізге қызықты болатын болса, онда төмен комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, және сатып алу туралы сұрақтарыңыз болатын болса, әрине дайректке немесе телефон номерге хабарласыңыздар.